арман көп өмірде, әнде көп көңілде, жеткізем кімге бәрін. Жүректі тербейді, тыныштық бермейді, мазалап күнде жаным. Айтайын наз қылып, өзімді жазғырып, жүргенім жоқ қой менің. Қиындау жол әлі, түсінсең болады, келмейді көп сөйлегім. Қиындау жол әлі, түсінсең болады, келмейді көп сөйлегім. Әнге сал билеші, қабағың түймеші, көрейін күнде сені. Күліп жүр айым, кіл ғашықтық жайым, бұл білгіштер мұң деседі. Мұң емес бұл деген, жүректе гүл деген, жанымның жарасы ма? Қайғырма, езілме, ғашықтық сезімге адамның бар асылы. Қайғырма, езілме, ғашықтық сезімге адамның бар асылы. Жаным-ау, аңсаған едейін, мен саған айтуға дәтім бармай. Жұлдызым жанғандай, қол жетпес арманғай, айналдың жақын жанғай. Өмірді ән қылып, мәңгілік, мәңгілік жас болып өтсем деп ем. Қоштасын ол мейлі, қоштасқым келмейді, келмейді көктем менен. Қоштасын ол мейлі, қоштасқым келмейді, келмейді көктем менен. Қоштасын ол мейлі, қоштасқым келмейді, келмейді көктем менен. Келмейді көктем менен. Қоштасқым келмейді көктем менен. Аманғали Ербосовтың сөзімен сазына жазылған әсем әнді орындаған Жасұлан Таласбаев, Бүркіт Елбаев ендеше бүгінгі Қоштасқым келмейді көктем менен атты онлайн концертімізді бастаймыз. Ассалаумағалейкум ардақты Алаш жұрты, қадірменді қазақ елі. Сіздердің назарларыңызда Маңғыстау облыстық ғылыми-әдістемелік кино және мәдени қызмет көрсету орталығы ұйымдастырып отырған карантин кезіндегі онлайн концерт. Ендеше студия қонақтарымен таныс болыңыздар. Бұрынғы қазіргі самға тобы осы топты ғана білетті, бірақ ат жөндерін білмейтін көрермендер үшін арнайы таныстырып кетейін. Топтың үлкені, жасы үлкені, 1-2 жас үлкен, Жасұлан Таласбаев деген Маңғыстау ауданы Бекі дейтін ауылдың баласы жігіті. Одан кейін 1-2 жас кішісі, бұлай денесі үлкен болғанға көп адам Бүркіттен бастап айтып кетеді. Сондықтан мен бүгін өзім жақсы білетін жігіттер болғаннан кейін әдейі жасы кіші деп арнайы айтып отырмын. Бүркіт Елбаев деген ол да Бекінің тумасы, жалпы шетте Маңғыстау ауданы жігіттер. Студияға қош келдіңіздер. Енді мынау карантинде көрермендердің рухын көтеріп бір қазақи ән сыйлау үшін жігіттерге, қыздарға, әншілерге ұсыныс тастап жатырмыз. Енді келіп 1 сағат жарым көлемінде, тіпті 2 сағат көлемінде ән жанды дауыста аспаптармен ән шырқап халықтың көңілін көтеру керек деп, енді соған келісім беріп келгендерің үшін рахмет. Ал құрметті көрермендер, біз тікелей байланыста отырғандығымызды хабарлаймыз. Егер қосылмай жатқан көрермендер болса, қосымша ақпарат бере кетейін. Facebook әлеуметтік желісі бойынша, Маңғыстау халық шығармашылығы парақшасында және Instagram әлеуметтік желісі бойынша, ОНМЦ Ақтау парақшасы бойынша бізді тікелей тамашалай аласыздар. Олай болатын болса, енді студияға қош келдіңіздер. Бірінші жасы үлкен Жасұланнан бастайық. Қысқа нұсқа өмірбаяндарыңызды айтып кетсеңіздер. Енді мен танығанмен, осы Маңғыстаудың Қарабойы танығанмен, бүткіл қазақ елі, бүткіл әлемнің қазақтары сіздерді қазір тікелей эфирде тыңдап отыр. Сондықтан қысқаша туған күндеріңізден күні бүгінге дейінгі өмірбаяндарыңызды бір 4-5 ауыз сөйлеммен таныстырып жіберсеңіз. Рахмет, ассалаумағалейкум. Ал оразай мынау қабыл болсын, ораза ұстаған жандарға. Бәке, сізге де көп-көп рахмет, осы студияға шақырып, мынау тікелей эфирде шақырғаныңызға. Енді
Өзім Маңғыстау ауданы сол Бигі ауылында дүниеге келгенмін. 1986 жылы қазан айының 26-сы күні. Сол жерде туылып өсіп, Маңғыстау ауданы Шетпе кентінде Нұнжыбай орта мектебін бітіргенмін. Мектепті сол 11 сынып сияқтан бітіріп, қалаға оқуға түстік. Содан бері осы Ақтаудамыз. Қаржы мамандығын игеріп, кейін өнер саласына бет-бұрыс жасадық. Үйде отбасымызды айтып кететін болсам, 3 бала бір қыз, барлығы да аяқтанған. Әке шешем сол қазір осы Қарағай ауданы Жетібай кентінде сояқта тұрады. Қазір өзім осындамын, отбасылы, бір қызым бар, кішкентай 4 жаста. Осы Абай атындағы мәдениет демалыс кешенінде ұлт аспаптар оркестрінде жұмыс жасаймын бір жағынан. Бір жағынан енді Бүркіт екеуміз бұрыннан сол 2012 жылы самға болып құрылғаннан бері біргеміз. Енді Бүркіт Елбаев, Бүркітбай Елбаев. Ассалаумағалейкум, қадірменді ағайын, көрермен, баршаңызды осы қасиетті Рамазан айындағы оразамен баршаңызды қабыл болсын, Алла қабыл етсін, дұғаларыңызды, тілектеріңізді. Бердіхан аға сізге көп рахмет, шақырғаныңызға мың рахмет. Енді өзімді қысқаша таныстырып кетейін. Мен де Бекі ауылының тумасымын, Маңғыстау ауданы Бекі. Бекіде 4 жыл мектеп тамамдап, сосын әркім жан-жаққа оқуға кетеді. Жетібайда 1 жыл оқыдым, Шетпеде бітіріп шықтым, Нұнжыбай орта мектебін. Арасында Жыңғылдыдағы интернет жатқандарыңды айтып қойың енді. Иә, енді Жыңғылдыда интернетта жасалған болды. Мен сол Жетібайда 1 жыл оқыдым, Шетпеде бітіріп шықтым, Нұнжыбай орта мектебін. Әкем бар, анам ерте өмірден озып кеткен, бірақ екінші анамыз бар. Общий сол 2 анадан есептегенде 6 баламыз үйде, үлкенімен, қазір жанұям бар. Ата-анам ауылда, өзім қазір осы Ақтау қаласының тұрғынымын. Қызметім Мұнайлы аудандық орталық мәдениет үйіндемін. Сояқта қызмет жасаймын. 3 баланың әкесімін. Сол сөйтіп жүріп жатқан жайымыз бар. Ал енді жаңа әлеуметтік желілер дейтін қазір жақсы болды ғой. Сіздерді 1 аптадан бері әлеуметтік желіге салып қойғанбыз. Ақмарал Зейлов апайымыз, осы халық шығармашылық орталығының директоры. Қайырлы күн баршаңызға, өнерпаздарым Жасұлан мен Бүркітке сәттілік, өнерлерің өрге ұшсын, биіктерді бағындыра беріңіздер дейді. Нұрбатырова Түзел. Рахмет. Атшыбаев Талғат ағамыздың кенші, қош келдіңіздер, әдемі ән кеші құтты болсын дейді. Жадыра 1975 дейтін парақша бойынша өнерлеріңіз өрге ұшсын деп жатыр екен. Енді осыған дейін маған жеке шығып жазған, менің ауылдас ағам бар, Сакош деген 83 жылғы. Сол ағамыз қайта-қайта айтып жатыр еді, біздің елдің жігіттері деген әнді Бердіхан ұмытып кетпеші деп та. Сондықтан енді аманатқа қиянат жасамайық. Біздің елдің жігіттері кім, жеке орындайсың ба, дуэт па? Жеке, Есенқұл Жақыпбековтың сөзіне жазылған айтыскер ақын Жәкен Омаровтың әні біздің елдің жігіттері, қазақтың патриот жігіттерінің құрметін арнаймыз. Қазақ жігіттері жасай берсін. Мынау 7 мамыр, алдымызда 9 мамыр жеңіс мерекесі, ұлы жеңістің 75 жылдағы мерекесі құтты болсын. Енді біздің елдің жігіттері бұл әнді әуелі бәке өзіңіз сол біздің жалпы самға болып құрылған кезде де, оның алдында да жалпы біздің қоржынымызға осындай әндерді орындаңыздар деп біраз өзіңіз басқасында жүрдіңіздер, кезінде жүрдіңіз. Осы біздің елдің жігіттерін осы әнді айтыңыздар, осы ән жақсы ән деп өзіңіз сол әнді бізге алып келіп кәдімгі тапсырмай берген өзіңіз. Сол кезде 5-6 жыл бұрын осы әнді жаттап алғам, содан бері енді өзімнің жаңағы деңгейімде айтып жүрмін, өзімше. Сол Жәкен Омаровтың әнін айтып берейін. Бүкіл қазақ жігіттерінің құрметіне арналады.
Біздің елдің жігіттері ай, жігіттердің төресі ой, солар жайлы ағайын жұрт не білесің сен осы? Олар жайлы айтылмайтын бейік мінбеден. Өйткен олар ақиқат пен шындық сөздің жебесі. Олар жайлы айтылмайтын бейік мінбеден. Өйткен олар ақиқат пен шындық сөздің жебесі. Біздің елдің жігіттері ай, жігіттердің төресі ой, біздің елдің жігіттері ай, ұлы мұхит кемесі. Осы елден бақ пен қызыр қашпас екен деп тіле. Осы елдің осал жерін түзеп жүрген шегесі. Осы елден бақ пен қызыр қашпас екен деп тілеп. Осы елдің осал жерін түзеп жүрген шегесі. Солар жайлай білгің келсе, ортасына кіріп көр. Солар жүрген соқпақ жолмен дәтің барсай жүріп көр. Ерте туып еш заманның маңдайына сыймаған. Қайран біздің қасиеттай қаранардай жігіттер. Ерте туып еш заманның маңдайына сыймаған. Қайран біздің қасиеттай қаранардай жігіттер. Біздің елдің жігіттері ай, жігіттердің сырттан ой, кеше өткен ақындар мен батырлардың ұрпағы. Ерте туып еш заманның маңдайына сыймаған. Біздің елдің сұлтаны мен, біздің елдің ұлтаны ай, ерте туып еш заманның маңдайына сыймаған. Біздің елдің сұлтаны мен, біздің елдің ұлтаны ай, бәрекелді. Қандай керемет.
Енді тікелей эфирде өнер көрсету оңай шаруа емес. Оның үстіне жаны дауысты ән айту тіптен қиын. Оның үстіне оразаға тап болып отырмыз. Енді жігіттерден азды көпті кемшілік кетіп жатса, кешірім сұрақ қояйық. Оған дейін Бүркітжан, сенен де бір өлең сұрайық. Мына бір елдің ішінде бір әзіл бар, осы Бүркіт ағайын деген әнді айтса, бір танымайтын адам келіп тыңдап қалса, бір жастайынан жетім қалды, әркімнің босағасында өскен балаға сап тұрып айтады деп. Соны айтқандай, бір ағайын деген әнді бір образына кіріп отырып, жақсылап, осы ағайынның қадірін білейік деген тілекпен, осы патриот жігіттерге арналған әннен кейін осы қашанда ең бірінші есік ашып хабарыңды білетін барша ағайынның құрметіне ағайын деген термен орындап берейік. Енді мына құрметті ағайын, кішкене көптен карантин болғасын тікелей эфирге шығып жатқан жайымыз бар. Енді айыпқа бұйырмаңыз, анау мынау кемшілігі болса кешіріммен қарарсыңыздар деген. Жетпей жатқан жеріңдау жеткізетіндеу ағайын, өтпей жатқан сөзіңдей өткізетіндеу ағайын, іс түскенде басыңау қарасатында ағайын, хабарсыз кетсең сағынып іздейтінді ағайын. Қолтығыңнан су бүркіп әлпештейтіндеу ағайын, талабыңа биіктен ой тастайтын ағайын, қуаныш пен қайғыңды бөлісетіндеу ағайын, сәл нәрсеге өкпелеп келісетінде ағайын. Қуаныш пен қайғыңды бөлісетінде ағайын, сәл нәрсеге өкпелеп келісетінде ағайын. Озғаныңды көре алмай күндейтіндеу ағайын, азғындасаң аямай жөндейтіндеу ағайын, бала кезден сырыңдау білетінде ағайын, сүрінгенде бірін шай демейтінде ағайын. Бала кезден сырыңдау білетінде ағайын, сүрінгенде бірін шай демейтінде ағайын. Бір кездесіп жоғыңдау жоқтайтында ағайын, менің әкем үлкендеп боқтайтындау ағайын, жік-жік етіп ұрпаққа бөлетінде ағайын, қисайғанда жабылып көметінде ағайын. Жік-жік етіп ұрпаққа бөлетінде ағайын, қисайғанда жабылып көметінде ағайын. Айрылмас міндет екенсің айналайын ай ағайын, ағайыннан айрылып қайда бар оңайын, айналайын ағайын, қайда жүрсең де аман бол, ағайыннан айрылып қайда бар оңайын. Айналайын ағайын, қайда жүрсең де аман бол, ағайыннан айрылып қайда бар оңайын. Ой
Ай бәрекелді, үлкен рахмет. Мынау енді карантинде қалып қойып, қалада қалып қойып, ағайынына бара алмай отқан кісілер болса, ағайындарыңмен аман есен кездесіңіздер деген ниетпен орындап беріп отырмыз. Енді екі домбыраға дайындала беріңдер. Сағыныш пен шалқым алдына бірден орындайық, бұрауларын келтіріп, дауыстарыңды реттей берсеңіздер болады. Енді біз тонау Алматыдан, теледидардан Нұрмұқасанды көретін едік, екі домбырамен, екі дауыстан айтатын. Ақтөбеде шалқардан ұшқан аққулар дейтін екі ағамыз болды, керемет екі домбырамен айтатын. Одан кейін енді теледидардан көріп жүреміз, Қанат, Айткүл, Құдайбергеновтер деген сияқты. Осы екі домбырамен ән айтатын бізде қазақта ертеректе болды, соңғы кездерде көп кездеспей кетті екі домбырамен. Енді сондықтан қазір бірден бір 10 шақты әнді қатарынан осы екі домбырамен бүгін тамашалайтын боласыздар, тыңдайтын боласыздар. Алдарыңызда Жасұлан Таласбаев, Бүркіт Елбаев. Енді осы Маңғыстаудың ғана емес, бүткіл қазақтың белгілі ақын, журналист, композитор Атшыбаев Талғаттың сағынышы мен шалқымалысын арасын үзбей бірден орындап берейік. Бірінші қайсысы? Сағыныштан бастайық. Сағынып болдық қой, сағыныштан бастайықшы десең. Шаттықпен көркем бол әлем, өмірдің солай өрнегін, бір өзің жайлы мұнамен басамын солу пернені, кеудемді ашып кең сарай, сырласқан жоқпын ешкіммен, ақ жайық ойыл жем солай, күн бағыс ғұмыр кештім мен. Күннің де нұрлы шуағы, сыр бар ма түннен бүгілген, сезімнің сері бұлағы, бүлкілдеп бойда жүгірген, бақыттың бірге балдымын, жүргенде егіз татып көп, сағыныш сындай арманым, біз деген неткен бақыт тек, сағыныш сындай арманым, біз деген неткен бақыт тек. Бал ерің қанбай құмарым, қанша рет сондай байландым, адаспай тапқан сыңарым, ақ жүрегіңнен, пәк жүрегіңнен
айналдым. Жат көше, жат үй, жат қала, көрмедім жылдар нешемен, бәріне соның тек қана. Бүгінге күвә осы өлең, бәріне соның тек қана. Бүгінге күвә осы өлең. Жабырқап жүрген жанымды жап-жарық еттің бір арай. Әуенім жаңа табылды, әніме менің, әніме менің қоралай. Әуенім жаңа табылды, әніме менің қоралай. Күй кештім кәусәрмен бөлек, тонады сырға күн мен ай. Көрінбей жүріп сен кенет, кездесе кеттің бұл қалай. Көрінбей жүріп сен кенет, кездесе кеттің бұл қалай. Ілесіп әппақ арманға ақерке әнім сыңсиды, дәл мендей сені шалғанда. Дәри қайсыры кім сүйді, дәл мендей сені жалғанда. Дәри қайсыры кім сүйді, дәри қайсыры кім сүйді. Ой, бәрекелді. Мынау эфирдің ар жағынан үйде риза болып қол соғып отқан көрермендеріміз бар шығар. Алла разы болсын дейміз. Енді мынау кеше Нұрым Асқанов келгенде кілең дәстүрлі әнші, жыршы термешілер Қазақстан түкпір-түкпірінен толастатпай хат жазып, қайта-қайта оқып үлгеремей үйге барғаннан кейін де
мына хабар келіп жатыр еді маған. Енді бүгінде сендердің тыңдармандарың өте көп екен. Сондықтан мынау кеше бір жеңешем жазып жіберіпті, мына ютубтан көргеннен кейін жұрт ән тыңдап отырса, ана жігіттер ән айтып жатса, сен не қайта жырпылдап соткаңа қарап отырсың деп сынап жіберіпті да. Енді оныкі де дұрыс шығар. Бірақ енді ұялы телефон арқылы жұмыс жасап отқаннан кейін мен қазір үймен сөйлесіп отқан жоқпын. Сіздермен тікелей WhatsApp желісі арқылы, Instagram, Facebook желісі арқылы келген хаттарды осында іріктеп, сұрыптап сіздермен бөліскелі отырмын. Сондықтан мен жұмыста отырғандығымды хабарлап қояйын. Тағы да бір сынайтын кісілер болса, жауабын беріп тастайын деп отырмын. Жадыраның сәлемін айттық. Және Сұңғат Бөбек деген әнші жігіт жазған екен. Ассалаумағалейкумдер, сәттілік, жақсы кеш болып жатыр, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын дейді. Сұңғат деген інілерің сәлем айтып жатыр. Сұңғат. Ағатаев Ерлан деген жігіт, бұл екі жігіт әлі де бірге ма дейді. Ал қиын сұрақ қойды деймін. Болашақта әндер дүниеге келе ме, бұл топ қалай құрылған дейді. Қазір жауап бересіңдер. Нұрбатырова Түзел, Талғат Татшыбаевтың үйіндегі, ағамыздың үйіндегі жеңгеміз, Бүркіт Жасұлан інілерім керемет ән әлемінде биікке самғай беріңіздер. Алла разы болсын. Талғат ағаларыңыз бүгін бір аунап жатқан шығар. Отбасымыздың атынан үлкен ризашылығымыз білдіреміз дейді. Түзел жеңеше сізге де. Рахмет Түзел апа. Алла разы болсын. Асылбек А деген қолданушымыз, ассалаумағалейкум, сәттілік жігіттерге, Ағдидарыңай әнін айтса жақсы болар еді дейді. Енді оған мен жауап беріп кетейін. Біз мына тікелей эфирде жанды дауыста тек қана аспаппен ән айтамыз дегеннен кейін, енді ол эстрадамен айтылған ән болғандықтан әзірге мүмкіндік жоқ шығар. Егер домбырамен айта аламыз десеңіздер, айтуға болады, бірақ енді эстрадамен жазылған әнге біз рұқсат етпейміз, өйткені шынымен талант кім екенін көргіміз келеді, сондықтан тек қана аспаппен айту керек. Ал Ағдидарыңайды шырқап атқан Самға тобының әніне билегіңіз келсе, карантиннен кейін кездесейік деп қояйық. Одан кейін Тойгүл 1977 шалқымалыны қанша тыңдасаң да жалықпайсың дейді. Рахмет. Енді шынымен де хит ән, қазақтың жүрегінде жүрген. Роза Ермекова, жарайсыңдар, Маңғыстаудың өнерлі жігіттері, менің сүйікті әнім шалқымалы дейді. Осы шынымен де осы шалқымалыны бір Алматыдан, Астанадан шығару керек еді, ауылда қалып қойған сияқты. Осы Мақпал апамыз орындайды, Жүнісова. Содан кейін осы Маңғыстаудың жігіттері Ақсұлу Құдабаевадан кейін жазған жоқ сияқты. Алдағы уақытта міне көрдіңіздер ме, қарапайым көрермендердің бәрі шалқымалы жақсы деп жатыр. Тәкеңнің өнердегі інілеріне мың алғыс. Әділбек Жұмағали, Бүркіт Жасұлан шетпеден сәлем дейді. Танисыңдар ма? Әділбек Жұмағали шетпеден сәлем. Өнерлерің өрге жүрсін депті. Ал енді мынау көп, мен арасын білмей ақ қояйын. Енді ары қарай жігіттерден тағы да бір-екі әнді жеке-жеке, Жетібайдан Жәнібек Құбашев дейтін патриот ағам сәлем айтып жатыр екен. Мұнайшыларға жалынды сәлем деп қояйық. Енді Жасұлан, келесі бір ән орындап берсең, жеке дауыста домбырада. Содан кейін Бүркіт сен тағы бір ән орындайсың. Сосын қайтадан екі домбырада дуэт. Мынау енді Маңғыстаудың жеті қайғысының бірі Кенже Әділ атамыздың қара өлеңін айтып берейін. Түйемді ойтаң жерген ой шөгергенмін, соңынан салтамдықтың ой көбергенмін. Жартығыр жаңғалтадан айдай бөліп берген, құрбыдан сөйтіп жүрген ой дүней не көргенмін, ой дүней не көргенмін. Өлеңді айт дегенден ой ал болама, мойнында жүйрік аттың ой жал болама. Өлеңді мұнда айтпаған айдай не қалайын,
ауылға айдап кетер ой 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 дүней мал боламай ой дүней мал боламай жігітке өлең дөнер ай өнер дөнер қаш жүйрік өрге салсаң ой ой өршеленер барыңдай оралыңнан қайдай салай қайға шамшырақ мұң күн жанған ой 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 дүней бір күн сөнер ой дүней бір күн сөнер деп арасында айтатынымыз бар. Құрметті көрермендер, тағы да жеке кезек келіп қалған екен. Мен сіздерге енді мынау қасиетті Рамазан айы ғой деп жаралғаныңа қуан деген әнді орындап берейін. Қабыл алыңыздар. Бір Алла баршамызға пана болсын ағайын. Пайғамбар айтса келтіргін күдік келеме адамның қорай көзімен көрмей сенеме 12 мүшең қайсысын сатып алып ең Алланың берген аманат емей неменей аманат емей неменей ей жаралғаныңа қуан ей пендей үйге де келген қонаққа бір күн қайту бар біздерді қалап біздерді қонақ еттірген Аллаға шүкір Аллаға мадақ айтыңдар Аллаға шүкір айтыңдар Сүйеді Алла бәріңді Алла сүйеді сен де сүй оны жұмақтан орын тиеді айтшы сен бауырым қайтардың қандай сыйлықпен су ауа таулар Алланың берген сыйеді Алланың берген сыйеді ей жаралғаныңа қуан ей пендей үйге де келген қонаққа бір күн қайту бар біздерді қалап біздерді қонақ еттірген Аллаға шүкір Аллаға мадақ айтыңдар Аллаға шүкір айтыңдар Аллаға шүкір Аллаға шүкір айтыңдар
Келді, үлкен рахмет. Аллаға шүкір, оразадан оразаға аман жетейік. Ұстанған оразаларыңыз қабыл болсын, барша мұсылмандар. Енді бұл топ әлі бар ма деген сияқты сұрақтар қойып жатыр ғой, жаңа Ерлан ағамыз. Енді егер топпен керек болса, міне қоңырау шалсаңыздар, топпен келіп өнер көрсетіп отыр. Алдымызда екеуі қатарынан. Ал егер жеке дара керек десеңіз, Жасұлан Таласбаев Абай атындағы мәдени демалыс кешенінде қызмет етеді. Одан кейін Бүркіт Елбаев Мұнайлы ауданындағы аудандық мәдениет үйінде қызмет етіп жатыр. Сондықтан әзірге екі жақта қызметте болғаннан кейін және екі адресте тұратын болғандықтан жеке-жеке көріп жүрген адамдар таңғалуы мүмкін. Самға тобы әлде тараған жоқ, бірге және алдағы уақытта ән жазылып жатыр ма деген сұрақ бар екен. Енді екеуіңіздің де шығармашылықтарыңызда қандай жаңалықтар бар, соны бөлісейік, содан кейін дуэт, екі домбыра, екі ән. Енді шығармашылық туралы айта кетейін. Жалпы көшеден кездесіп қалсақ та, тойдан кездесіп қалсақ та, көбінің сұрайтын сұрағы сол, алдымен қоятын. Сендер бөлініп кеттіңдер ме, көрінбейсіңдер соңғы кездері деп. Біз енді бөлінген жоқпыз, әлі де біргеміз, бірақ енді бұрынғыдай емес. Қазір сұраныс, бізге сұраныс аз, шақыртулар бұрынғыдай емес шыны керек. Оны мойындау керек, айту керек және әр уақыт. Және енді сұраныс бір екінші мәселе ғой. Енді сіздерді қолдап осындай дәрежеге жеткізген Аққал ағамызға, Самат ағамызға, тағы да басқа осы меценат ағаларымыздың арқасы болуы мүмкін, сіздердің елдің алдында танымал болып жүрген. Сондықтан сол кісілерге үлкен рахмет айтамыз. Бізді сол осы самға қылып екеумізді басымызды қосып, қаржылай, финанс жағынан көмектесіп, самғаны шынымен самға қылған осы самғатқан Самат Мұсабаев ағамызға алғысымыз шексіз. Алла разы болсын. Ауырмаңыз, көп Алла разы болсын сізге. Содан кейін енді жалпы қазіргі уақытта енді алдымызда план жоспар бойынша біздер ән жағына келетін болсақ, ешқандай жаңағы қазір енді кейін Бүркіт семья құрды, сонымен кішкене тоқтап қалдық, шыны керек. Сосын шығармашылық ән жаздырып жатқан жоқпыз пока енді. Бүркіт өзі жеке әндер жаздырды. Оны қазір Бүркіт өзі айтып кетер. Сол енді жұмыспен жүрміз әзірге. Енді алып қосарым болғанда жалпы ән жазылып жатқан жоқ, шындығын айту керек. Бірақ енді Алла қаласа. Әзірге көрерменбіз дейсің ғой. Бірақ енді жасылғанда ешкімнен жасырмаймыз, енді Алладан жасырмағанды адамнан жасыра алмайсың ғой. Енді шындығын айту керек, Жәкеңде мен де ән жазамыз енді жеке-жеке арасында. Себебі қол тимейді тойларға енді шақыртулар болады, болмайды емес. Бірақ мен концерт, Жасұлан концертте болып қалады, кейде жеке-жеке сол арасында әндер жазып жатқан жайымыз бар. Бірақ біз кішкентайымыздан біргеміз, ауылдың балаларымыз, Жәкең менен 1-2 жас үлкендігі бар. Біз бөліну, арада бір айқай-шу, Жасұланның өзі отыр ғой. Ондай ештеңе жоқ, бірақ елдің алдында жүрген адамдарға әңгіме ереді ғой. Сондықтан жұртқа не керек? Сондықтан енді сіздер туралы шабытқа байланысты кешірім сұраймын сөзіңізде. Шабыт кейде болмай қалады, кейде өзі өнер деген сол ғой. Сондықтан Алла қаласа әлі алда талай жақсылықтармен бөлісеміз. Алла бұйыртса. Енді екі домбырада екі ән. Мынау қазақтың белгілі 90-шы жылдардың басында айтыста үлкен ол жасалған Маңғыстауға сазгерлік саласының бөлек, сатиралық саласы тіпті қолтаңбасы ерекше Қыдырбай Тұрмағанбетов дейтін әкеміз болды. Сол кісінің Тырналар деген әні, Құрбы қыздарға, Егіз гүлдер деген әндерін орындап жүретіндеріңіз білеміз, бірақ көпшіліктің сұрауы бойынша Тырналарды міндетті түрде орындаса екен деп жатыр. Сондықтан сол Тырналардан бастайық. Әзірбай ағам мен Қыдырбай ағамыз Оралда оқып жүргенде сол елді сағынып, ауылды сағынып, Маңғыстауды, Шайырды, Қаратауды сағынып, Тырналардан сәлем айтқан ән дейді ғой. Енді біз оны білмейміз, бірақ естігеніміз бойынша. Сондықтан сол Тырналармен бастайық. Содан кейін Ақнияз Бәсеттің Қара көз қызында жақсы айтатын әндер, соны бір жалғастырып жіберейік. Ал Шайырдың екі композиторын бір-бірінен бөлмейік деп жатырмыз. Шайыр кісілердің әндерін орындап берейік.
толтырып етегіне, көктемнің ілесіп жетегіне. Тарналар тағы да келдіңдер ме, оралып туған жер мекеніңе. Тарналар, тарналар, аспандап ұшыңдар, арманды қошыңдар. Тарналар, тарналар, тілдескім келеді, сәулешім не деді. Тырналар талай күн талып ұштың, сәулемнің сәлемін алып ұштың. Тыраулап естілген дауыстарың, саздары секілді сағыныштың. Тырналар, тырналар, аспандап ұшыңдар, арманды қошыңдар. Тырналар, тырналар, тілдескім келеді, сәулешім не деді. Тілдескім келеді, сәулешім не деді. Қарагөз қыз айтып берейік. Әсет Ағниязовтың әні мен сөзіне жазылған Қарагөз қыз. Бір ауылдың қарагөз қыз едің сен, мәз болушы ем күлкіңдай үзе күлсем. Алау сезім арбаған албырт шақтай, жыр жазамын, жыр жақұт тізе білсең. Аяулым сен, ай сағындым, түсінер мұңын жанымның. Өзіңдей болса деймін ғой, көңіл ай сүйген жарымның. Өзіңдей болса деймін ғой, көңіл ай сүйген жарымның. Құл тимеген асау ең асқақ едің, бір жол өлең мен сондай бастап едім. Қара көз қыз ғашықпын саған жаным, айтарым да жоқ еді басқа менің. Аяулым сен, ай сағындым, түсінер мұңын жанымның. Өзіңдей болса деймін ғой, көңіл ай сүйген жарымның. Өзіңдей болса деймін ғой, көңіл ай сүйген жарымның.
асау ең асқақ едің, бір жол өлең мен сондай бастап едім. Қара көз қыз ғашықпын саған жаным, айтарымдай жоқ еді-ай басқа менің. Аяулым сен ай сағындым, түсінер мұңын жанымның, өзіңдей болса деймін ғой, көңіл ай сүйген жарымның. Өзіңдей болса деймін ғой, көңіл ай сүйген жарымның. Өзіңдей болса деймін ғой, көңіл ай сүйген жарымның. Ой, бәрекелді. Енді мынау Асылбек А деген жігіттен сіздердің репертуарларыңызды жақсы білетін жігіт ау деймін. Қайтадан сұрап жатыр. Жаңа Ағдидарың айтып сұрап еді. Енді халық қаласа қан түйесін сояды дейді жігіттер. Біз адайымызды айтып беріңдерші, өтініш көп болды тыңдамағалы. Еще тағы жазып қояды, жігіттер айталады Бердіхан деп кәдімгі міндетті түрде айта алмайды деп сылтау айтпасын деп отыр деймін. Карантинде жатқан елдің қамын ойлап, осында рухани азықпен сусындап жатқан жігіттерге ұйымдастырушы Бердіхан інімізге алғыс айтамыз. Тойгүл 1977. Тойгүл ханым, сізге үлкен рахмет. Ләззат Серік привет депті. Салта Бершка, Бердіхан інім осындай шараларың көп болсын. Сау бол, Алла разы болсын дейді. Нұржанат, Ләззат, Салтанат барлығы Қыдырбай ағамыздың қыздары. Жанын сәлем айтамыз. Сәлем баршаңызға. Папаларыңыз қолдап жүрсін деген тілек айтамыз. Енді келесі әнді тағы да жеке-жеке сұрайын деп отырмын. Жасұлан, сенің орындауыңнан бір ән, Бүркіт, сенің орындауыңнан бір ән, содан кейін қайтадан екі домбыра дуэт болады. Жылойға сәлем дейтін әнді айтып берейін. Айтқалай Жайымовтың әні, сөзі Фариза Оңғарсыланікі. Көркем мен сүйсінер шамалы мен, ол көркем батыр мінез талабы мен, айта барсаң сәлем кең жол ойға тербеткен мені сезім самалы мен. Көңілімде күн ойнайды, көктемнің гүл айдары, елестеп күрсінгендей аман сау жүрсіңдер ме, жақсылар жыл ойдағы. Ағалар құшақ жайып қарсы алатын, думанғып бауырларын ән салатын, айта барсаң сәлем кең жол ойға, сағындым сол күндердің әр сағатын. Көңілімде күн ойнайды, көктемнің гүл айдары, елестеп күрсінгендей аман сау жүрсіңдер ме, жақсылар жыл ойдағы.
қайран ел талай бейнең сынақ көрген, өсіріп ұл мен қызын мұрат көрген. Айта барсаң сәлем кең жол ойға, кең жол ойға. Жаныма ақ тілегің қуат берген, көңілімде күн ойнайды, көктемнің гүл айдары. Елестеп күрсінгендей аман сау жүрсіңдер ме, жүрсіңдер ме? Жақсылар жыл ойдағы, жақсылар жыл ойдағы. Енді Ағнияз Әсет ағамыздың Жайық қызына дейтін жақында ән шықты. Енді ол әнді сонау Оралда концертте өзі тұсауын кесті, Хадиша Бүкеева атындағы театрдың үлкен сахнасында. Енді одан кейін кімге береміз деген кезде осы Жайықтың, Ақ Жайықтың аруын алған Оралдың күйі боласы ғой, Бүркітке берейік деп Бүркіттің репертуарына беріп, оны Алматыдан жаздырған, эстрадалық вариантын тыңдап үлгерген шығарсыздар. Үлгермесеңіздер, Таушықта болған концертте айтты, содан қарап алсаңыздар болады. Қазір ютубта тұрғандығын қосымша хабарлап қояйын. Ал домбырамен енді автордан артық айтады деп хабарламай ақ қояйын, бірақ Бүркіт енді өзінің әлінше орындап берсін. Сөзі мен сазы Әсет Ағниязов деген дәстүрлі әнші, дүлдүл композитор ағамыздікі, орындайтын Бүркіт Елбаев. Сен өскен елдің қыздары сылқым, күмістей тазай сыңғырлап күлкің. Сен іздеп қалқам, Оралға барам, әйтеуір бір күн. Жайықтың сәмбі талындай, қайтейін сен ай сағынбай. Оралға тартат, еркіме жүрек бағынбай. Оралға тартат, еркіне жүрек бағынбай. Алыста қалдың арманым болып, таныс боп қалдым еліңе барып. Сен үшін қалқам, Оралға келем, әнімді алып. Жайықтың сәмбі талындай, қайтейін сен ай сағынбай. Оралға тартат, еркіне жүрек бағынбай. Оралға тартат, еркіне жүрек бағынбай. Еркіне жүрек бағынбай. Ой, рахмет, жаныңыз сау болсын. Ай, бәрекелді. Енді екі дауысқа дейін, екі домбыраға дейін, енді ауылымды сұрап жатыр мына жерде қайта-қайта.
Мен ауылды ойлап жатып сөнермін. Тұманбай Молдағалиев барлық ауылда туған қазаққа арнаймыз. Бітер кезде ең соңғы рет көрер күн, мен ауылды ойлап жатып сөнермін. Өйткені мен осы ауылда көгердім, осы ауылдың ықыласына бөлендім. Жағасында ылайланған қайырлар, онда мені жығып кеткен тайым бар. Өмір бойы маңдайымнан шертпеген, онда менің еркелеткен ағатайым бар. Алдартына қарамадау сол жылдар, енді маған орамалын кім болғар. Тура қарай алмай тұғын жүзімеу, онда менің кіп-кішкентай құрбым бар. Жүрегімде айтылмаған, жазылмаған бір жыр бар. Анамды да әкемді де көрген бар, о дүнияға барып қайтып келген бар. Мені дәл құрттай бала санайтын, онда менің қылымсыған жеңгем бар. Онда менің қутыңдаған жездем бар. Туа сала тағдырымыз қосылған, мен сөйлесем сөзден қалып тосылған. Мен дегенде жан беретін досым бар, мені патша қан көретін осылар. Ел алдында бола алмаймын кінәлау, көңілімнің алып ұшқан құрағау. Қалаша боп алсақтағы бұл күнде, жүрек шіркін далан аңсап тұрады. Жалаң аяқ балан аңсап, далан аңсап тұрады. Мен ауылды ойлап жатып сөнермін, өстім өндім жапырақ жайдым кеңелдім. Осы ауылдың аңсаған ай тілегім, соғар менің ауылым деп жүрегім. Мен ауылды ойлап жатып өлермін, өйткені мен сол ауылда, осы ауылда өскенмін, осы ауылда көгердім. Ай, бәрекелді. Ал енді екі дауыста Дөртүгіл Сызтаевтың Нури Камалы және Әсет Бейсеуовтың Ұшады Маңғыстаудан шағалыларын орындап береді. Содан кейін біз онлайн концертімізді аяқтаймыз. Сіздердің алдарыңызда 1 сағат бойы жанды дауыста қос домбырамен, қос дауыспен өнер көрсетіп ән шырқаған қос ұлдарыңыз Жасұлан Таласбаев, Бүркіт Елбаев болды. Үлкен рахмет. Алдағы уақытта да творчестволық табыс тілейміз. Ал аспандағы айма дедім, жастық шағым қайда менің, жүрегімді елжіреткен жаның қандай жайдар еді. Нури Камал, Камалым ай, күндей ашық жанарың ай. Қолым жетпей, сөзімді өтпей, жаутаңдадым жанарың ай, қарағым ай. Қолым жетпей, сөзімді өтпей, жаутаңдадым жанарың ай, қарағым
ашық сөзің тәтті, қандай ана сені тапты, көңілімнің шарасына сыймай тасып сезім жатты. Нури камал, камалым-ай, күндей ашық жанарың-ай, қолым жетпей, сөзімді өтпей, жаутаңдадым қабағың-ай, қарағым-ай, қолым жетпей, сөзімді өтпей, жаутаңдадым қабағың-ай, қарағым-ай. Күлімдесе ай қабағын, қалай ғана жай табамын. Көктем гүлін құшқым келіп, жердемін деп ойламадым. Нури камал, камалым-ай, күндей ашық жанарың-ай, қолым жетпей, сөзімді өтпей, жаутаңдадым жанарың-ай, қарағым-ай. Нури камал, камалым-ай, күндей ашық жанарың-ай, қолым жетпей, сөзімді өтпей, жаутаңдадым қабағың-ай, қарағым-ай. Қолым жетпей, сөзімді өтпей, жаутаңдадым қабағың-ай, қарағым-ай. Жаутаңдадым қабағың-ай, қарағым-ай. Әсет Бейсеевтің әні. Серік Тұрғынбекұлының сөзін жазылған Ұшағын Маңғыстаудан шағалалар әнін қабыл алыңыздар. Ұшады Маңғыстаудан шағалалар, ғажайып сыр айтқандай саған олар. Елімнің тыныштығын тор күзетіп, сақшыдай сапқа тұрған бағаналар. Шуағым менің Маңғыстау, құмарым менің Маңғыстау, сағынып айтар мәңгілік жыр әнім менің Маңғыстау, сағынып айтар мәңгілік жыр әнім менің Маңғыстау. Каспийдің кемеріне қонғанда күн, көрінер Маңғыстаудан жанған жалын. Ұшады Маңғыстаудан шағалалар, бабамның таратқандай армандары. Шуағым менің Маңғыстау, құмарым
менің Маңғыстау, сағынып айтар мәңгілік, жыр әнім менің Маңғыстау, сағынып айтар мәңгілік, жыр әнім менің Маңғыстау. Каспийдің кемеріне қонғанда күн, көрінер Маңғыстаудан жанған жалын. Ұшады Маңғыстаудан шағалалар, бабамның таратқандай армандарын. Шуағым менің Маңғыстау, құмарым менің Маңғыстау, сағынып айтар мәңгілік, жыр әнім менің Маңғыстау. Шуағым менің Маңғыстау, құмарым менің Маңғыстау, сағынып айтар мәңгілік, жыр әнім менің Маңғыстау, жыр әнім менің Маңғыстау. Ой, рахмет. Енді 1 сағат бойы, 1 сағат 20 минут бойы сіздерге тікелей эфирде қос домбырамен өнер көрсеткен қосылдарыңыз Жасұлан мен Бүркітке Маңғыстау облыстық ғылыми әдістемелік кино және мәдени қызмет көрсету орталығының ұжымының атынан алғыс білдіріп жатырмыз. Және сонымен бірге бізде Элми 002 шығармашылық табыс сіздерге, қанаттарың талмасын деген екен. Жасұлан, Сейсен, Бүркіт, Жасұлан биік шыңдардан көріне беріңдер, қанаттарың талмасын. Сонау Павлодардан Салтанат Тасболатқызы деген дәстүрлі әнші қарындасымыз аман болыңыздар деп жатыр екен. Және Гүлжамал Ербоз, Аманғали Ербозовтың туыстарының атынан сәлеметсіздер, сіздерді естіп және көріп қуанышымда шек жоқ. Әнелерім, өнерлерің ақсақтай берсін, Асқар таудың биігіне жете беріңіздер, оразаларыңыз қабыл болсын депті. Үлкен рахмет барша тілекші болған көрермендерімізге. Ертеңде дәл осындай уақытта кездескенше еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.